Оқиға Дунаның концертте өнер көрсетіп жатқанын армандауынан басталады. Көпшілік оған қуанып айқайлап қол соғады. Бірақ кенеттен ол суға құлап кетеді. Барлығымен қоштасқандай су түбіне батып бара жатқандай болады. Осы кезде ол шошып оянып кетеді. Басқа жерде Джин мен Ли Ван Жун Сеулге бара жатқан жолда болады. Джин Dream Suite атты қыздар тобының үлкен жанкүйері. Оның көлігі сол топтың түрлі тауарлармен толы. Ван Жун кетіп бара жатқандықтан Джин мен анасына қарасып тұруын өтінеді. Ол колледжде оқу үшін Сеулге көшіп бара жатыр және университетіне жақын болғысы келеді. Ол жақында ауруханаға түскен анасы мен әпкесіне алаңдайды. Ал Джин оған көмектесуге уәде береді. Ван Жун ортақ пәтеріне келгенде Дунаны кездестіреді, бірақ ол онымен амандаспайды. Ван Жун сөйлесуге тырысқанымен Дуна оны елемей темекі шегіп отыра береді. Ол сондай-ақ Джон Хунмен танысады. Джон Хун оған үйдің ережелерін түсіндіреді, ал Сео Юн оны жылы қарсы алады. Ван Жун бөлмесін тазалай бастайды, бірақ бұл Дунаны ашуландырады, өйткені еден арқылы шу естіледі. Кейін ол өзін репетитор ретінде жарнамалау үшін парақшалар дайындайды. Осы кезде терезеден Дунаны көріп, бір сәтке ойға шомып кетеді. Күн өткен сайын Ван Жун айналадағы жерлерге парақшаларын іліп шығады да үйіне қайтады. Ол шатырда телефонмен сөйлесіп тұрған Дунаны байқайды. Дуна оған қарап, біреуге хабарлама жазады да, ғимаратта оны аңдып жүрген адам бар деп айтады. Бірақ ол жазған адам оның хабарламаларын елемейді. Сол кезде Ван Жун бөлмесін тазалап жүргенде Сео Юн қоңырау шалады. Ол Ван Жунға алғашқы репетиторлық клиенттің тапқанын айтады. Ван Жун қатты қуанады, өйткені оған жалдау ақысымен өмір сүруге ақша керек еді. Сео Юн пәтер туралы сұрай бастайды. Бірақ кенеттен Dream Suite тобының әні ойнап кетіп, әңгімеден бөлініп қалады. Ол Ван Жунға өзіне тиесілі худиді қайтаруды еске салады. Сонда Ван Жун оны күні бойы киіп жүргенін байқайды. Келесі күні Ван Жун үйден шығып бара жатып, Dream Suite әндерінің бірін айтып келеді. Мұны естіген Дуна оны аңдып жүрген адам деп айыптайды. Ван Жун өзін ақтап, ол топтың фанаты емес екенін айтады. Ол тек Дуна айтқаннан кейін ғана оның кім екенін түсіндіреді. Ван Жун кетіп бара жатқанда Дуна анасының қоңырауына жауап бермей, темекі шегуін жалғастырады. Кейін Ван Жун болашақ клиентімен кездеседі. Кездесу жақсы өтеді. Үйіне қайтып бара жатқанда ол бұрыннан таныс қыз Джинумен кездеседі. Олар бірге ішімдік ішіп әңгімелеседі. Джину оған өзі де сол университетке түскенін және таныс адамды көргеніне қуанышты екенін айтады. Қар жауа бастағанда Ван Жун оған шарфын беріп, кейін үйіне қайтады. Үйіне келгенде ол қардың ішінде отырған Дунаны көреді. Дуна жылап отыр. Ван Жун оны елемей өтпек болады, бірақ Дуна оны байқап қалып, оның әндерін енді ешқашан айтпауын сұрайды. Ол кетіп бара жатқанда кенеттен есінен танып құлап қалады. Ван Жун жедел жәрдем шақырады. Ауруханада Дуна есін жинағанда Ван Жун өзін оның інісі ретінде таныстырады. Дәрігер оның дене температурасы тым төмен екенін айтып, жылышылықпен тамақ керек екенін айтады. Ван Жун дереу дүкенге барып, оған жылышылық сатып алып келеді және кигізіп көмектеседі. Келесі таңертең Ван Жун Сео Юнның қоңырауынан оянады. Ол репетиторлық клиенттің енді қызықпайтынын айтады. Клиент одан темекі иісін сезген, сондықтан ол темекі шегеді деп ойлаған. Бұл иіс Ван Жунның Дунамен кездескен кездегі темекі иісінен шыққан еді. Ван Жун ашуланып, өйткені ол Дунаның кесірінен клиентінен айырылды. Бір күні ол сәлемдемесін алуға барады да, оның үстінде отырған Дунаны көреді. Дуна оны бірге таңғы ас ішуге шақырады, бірақ ол бас тартады. Келесі бірнеше күнде Дуна оны үнемі шақырып, бірге тамақ ішуге ұсыныс жасайды, бірақ Ван Жун әрдайым бас тартады. Ол тіпті одан қашу үшін күн тәртібін өзгертеді, бірақ бәрібір кір жайып жатқанда кездесіп қалады. Әзілде ол Дунадан: «Сен маған ғашық болып қалған жоқсың ба?» деп сұрайды. Дуна күліп: «Жоқ, мен тек дос болғым келеді» деп жауап береді. Күн шығып жатқанда Дуна бір тілек тілейді. Ван Жун оны бір сәт қарап тұрып, оған аздап ғашық бола бастағанын байқайды. Дунамен жиі кездесулер Ван Жунды біртіндеп шаршата бастайды. Ол тіпті басқа ғимаратқа көшіп кетуді ойлайды. Университетте ол қайтадан Джингуды кездестіреді. Джингу оның шарфын қайтарып береді. Ван Жунның әлі де оған сезімі бар екені байқалады. Кейін ол тағы да репетиторлық жарнамаларын іліп жүреді, бірақ мектеп күзетшісі оларды алып тастауды талап етеді, өйткені оларда арнайы мөр жоқ. Үйіне қайтып бара жатқанда оған Дуна қоңырау шалады. Ол өзін клиент ретінде таныстырып, Ван Жунды мазақтай бастайды. Ван Жун ашуын ұстап тұруға тырысады, бірақ Дуна оны әдейі ашуландырады. Ақырында ол шыдамай: «Маған жұмыс керек. Мен жалдау ақысы мен өмір сүруге ақша табуым керек. Мен сен сияқты бай немесе еркін емеспін. Уақытты босқа өткізе алмаймын» деп айқайлайды. Дуна сыртта ештеңе сезбегендей көрінгенімен, іштей оның қиын жағдайын түсінеді. Келесі күні ол Ван Жунды күтуді тоқтатады. Ал Ван Жун болса кешегі айтқан сөздері үшін өзін кінәлі сезіне бастайды. Ол Дунаның үйіне барып бірге тамақтануға шақырады, бірақ Дуна оны елемейді. Бірнеше күннен кейін Дуна оның университетіне келеді де, бұрын берген уәдесін еске салады. Ван Жун одан сабағы біткенше күтуін сұрайды. Сабақтан кейін олар бірге балмұздақ жеп, қайтадан татуласады. Дуна оған: «Маған ғашық болып қалма» деп ескертеді. Екеуі әзілдеп күледі. Дуна оған жиі қоңырау шалатынын айтады. Ван Жун болса тек шұғыл жағдайларда ғана қоңырау шалуды сұрайды. Осы кезде оқиға өткен шаққа ауысады. Бір кезде Дуна әйгілі айдол болған. Бір концерт кезінде ол сахнада ән айтып тұрғанда кенеттен бәрі тым ауыр болып кетеді де, ол есінен танып құлайды. Көрермендер шошып қалады. Бір ер адам оған көмектесуге жүгіріп келеді. Дуна үшін сол сәт су астына батып бара жатқандай сезіледі. Қазіргі уақытта ол үш жігітпен бірге бір үйде тұрады. Соның бірі Ван Жун. Ван Жун көршілері туралы көбірек біле бастайды. Сео Юн тұрақты қарым-қатынас ұстай алмайды, ал Джон Хун махаббатқа қатысты қатал қағидалар бар адам. Ол көбінесе спортпен айналысып, денесін жақсы формада ұстайды. Бір күні Дуна үйден шығып жақын жердегі дүкенге барады. Сол кезде Ван Жун жаңа жұмыс орнына даяшы болып бара жатқан еді. Ол Дунаны байқайды, бірақ дүкен ішінде оған сәлем бермейді.
Дуна біреу оны танып қоя ма деп уайымдайды, бірақ суретке түсіріп тұрған адам жай ғана бастарына фото жіберіп жатыр екен. Кешкі асқа тамақ алып шыққан кезде Дуна Ван Жунды көреді, бірақ ол оған үлгермей қалады, өйткені дәл сол сәтте Ван Жунның автобусы келіп, ол кетіп қалады. Жаңа жұмыс орнында Ван Жун тағы бір тосын жағдайға тап болады. Сол жерде Джингу да жұмыс істейді. Олар қуанып амандасып, бірге жұмыс істей бастайды. Үзіліс кезінде Дуна Ван Жунға қоңырау шалады, бірақ ол жауап бермейді, өйткені ол Джингумен бірге кофе ішіп отыр. Сол кезде Ван Жун мектеп кезін еске алады. Олар бір сыныпта оқыған, үнемі бірінші орын үшін бәсекелес болған. Бір күні Джингу одан математика есептерін түсіндіруді сұраған. Сол кезден бастап олар жақындай бастаған. Жұмыстан кейін Ван Жун Джингуды шығарып салады, бірақ кейін олардың алжапқыштары ауысып кеткенін байқайды. Ал сол уақытта Дуна үйде теледидар қарап отыр. Анасының қоңырауына тағы да жауап бермейді. Ол Пак деген адамға қоңырау шалады, бірақ ол да жауап бермейді. Тағы бір флешбекте Пак оған төмен көзге түспей тыныш жүруді ескерткен болатын. Кейін Дуна таза ауаға шығу үшін далаға шығады. Сол жерде Ван Жунның мысықты тамақтандырып жатқанын көреді. Дуна оған адамдар қоңырауына жауап бермегенде жек көретінін айтады. Ван Жун оның өзіне айтқанын ойлап түсіндіре бастайды, бірақ Дуна басқа адам туралы айтып тұрғанын айтады. Ван Жун не үшін қоңырау шалғанын сұрағанда Дуна дауысыңды естігім келді дейді. Бұл сөздерден Ван Жун қатты ұялып, не айтарын білмей қалады. Келесі күні Ван Жунға азаматтық инженерия факультетінің студенттеріне арналған жаңа семестрдің танысу кешіне шақыру келеді. Алғашында ол бармауды ойлайды, бірақ бармаған студенттерге айыппұл салынатынын білген соң баруға мәжбүр болады. Ал сол уақытта Дуна үйде жалғыз қалып, өзінің айдол кезіндегі өмірі туралы ойлайды. Жалығып кеткен ол Ван Жунға қоңырау шалады, бірақ сол сәтте кеште жүрген дөрекі жігіттер Ван Жунның телефонын тартып алып, оны мазақтай бастайды. Ван Жун телефонды қайтармақ болғанда, олар оны ұрамыз деп қорқытады. Дәл сол кезде Дуна сол маңайдағы дүкеннен сусын алуға келген еді. Ол жағдайды көріп ашуланып кетеді. Қолына бөтелке алып, әлгі жігіттердің бірін ұрмақ болады, бірақ Ван Жун оны тоқтатады. Сол кезде оның қолы сәл жарақат алады. Кейін олар клиникаға барып, жарасын таңдырады. Сыртта тұрған кезде Ван Жун Дунаға ашуын ұстап, үйрену керек екенін айтады. Олар сөйлесіп тұрған кезде Джингу достарымен бірге келіп қалады. Ол Дунаны бірден танып таң қалады, өйткені Дуна бұрын әйгілі айдол болған. Джингу өзін оның жанкүйер екенін айтып, бірге отыруға рұқсат сұрайды. Дуна бастапқыда қарсы болады, бірақ ақырында бәрі бірге Ван Жунның үйіне барып ішімдік ішеді. Күтпеген жерден Дуна мен Джингу жақсы тіл табысып кетеді. Екеуі бірге күліп әзілдеседі. Олар Ван Жунды Джингуға ғашық деп мазақтайды. Үйдегі атмосфера жеңіл әрі көңілді болады. Кеш батқанда Джингу соңғы автобусты өткізіп алады. Дуна оған сол түні үйде қалуға рұқсат береді. Әңгіме айтып отырып Джингу ұйықтап кетеді. Бір кезде оның әкесі телефон соғады. Дуна телефонды алып өзін оның құрбысы ретінде таныстырады. Ол кештің ұзаққа созылғанын айтып, Джингудың қауіпсіз екенін жеткізеді. Әкесі оның актерлік қабілетіне таң қалып, сен актриса болуың керек еді деп әзілдейді. Бірақ бұл сөз Дунаның көңілін түсіріп жібереді. Ол сыртқа шығып темекі шегеді. Ван Жун оның артынан шығып сөйлеседі. Олар Джингу туралы әңгімелеседі. Ван Жун өзінің оған сезімі бар екенін мойындайды. Дуна болса Джингумен оның достығына қызғанышпен қарайтынын айтады, өйткені оның ешқашан шынайы достары болмаған. Ол кетпек болғанда сүрініп кете жаздайды. Ван Жун оны ұстап қалады. Екеуі бір-біріне өте жақын тұрады. Сол сәтте Дуна Ван Жунды сүймек болады, бірақ соңғы сәтте тоқтап кетіп қалады. Келесі күні таңертең Ван Жун сол сәт туралы ойлаумен болады. Ол университетке барып Джингуға алжапқышын қайтарып береді. Джингу оған: "Мен сенің Дунамен шатырда сүйісіп тұрғаныңды көрдім" дейді. Ван Жун түсіндіруге тырысады, бірақ дәл сол кезде Сео Юнды көріп әңгімеден қашып кетеді. Кейін үйге келгенде ол Дунаға қоқысты шығарып көмектеседі. Содан кейін Джингумен болған түсінбеушілік туралы айтады. Дуна неге шындықты айтпағанын сұрайды. Ван Жун айтады: "Айтамын, бірақ мен тым көп үміттенгім келмейді." Ол бұрын Джингуға сезімін білдіргенін айтады, бірақ Джингу оған нақты жауап бермеген. Сондықтан ол енді бәріне абай қарайды. Ол тағы да: "Мен сен сияқты емеспін, маған адамдардың не ойлайтыны маңызды" дейді. Бұл сөздер Дунаны ренжітіп жібереді. Ол ашуланып бөлмесіне кетіп қалады. Дуна өз өткен өмірі туралы ойлана бастайды. Ал Ван Жун болса оның неге ашуланғанын түсінбей қалады. Ол Сео Юнға телефон соғып: "Дуна психикалық тұрғыда тұрақсыз ба, немесе ашушаң ба?" деп сұрайды. Сео Юн болса: "Білмеймін, бірақ ол әрқашан өз қалағанын істейді" деп жауап береді. Кейін Дуна Ван Жун оның қоқысын шығарып тастағанын байқап іштей әсерленеді. Ал Ван Жун оны және басқа жігіттерді бірге кешкі ас ішуге шақырғанда ол одан сайын толқиды. Басында бас тартқандай болады, бірақ соңында келіседі. Джон Хун әдеттегідей салқын мінез танытады, ал Сео Юн жылы сөйлеседі. Кешкі астан кейін Ван Жун мен Дуна бірге серуенге шығады. Ван Жун одан неге музыкадан кеткенін сұрайды. Дуна: "Мен енді ән айта алмайтындай сезіндім" деп жауап береді. Сосын Ван Жун оны ойын ойнауға апарады. Ойын ойнаған кезде Дунаның жүзі қайтадан жарқырап кетеді. Ван Жун оның бақытты жүзін көріп іштей күлімсірейді. Флешбекте Дунаның сахнада есінен танып қалған түнінде не болғаны көрсетіледі. Концерт алдында ол менеджеріне өзін қатты уайымдап тұрғанын айтқан еді, бірақ менеджері оның сөзін елемеді. Топтың басқа мүшелері де оған күдікпен қарап, өзін назар аударту үшін әдейі істеп жатыр деп ойлады. Сахнаға шыққанда қысым тым күшейіп кетеді де, Дуна есінен танып құлап қалады. Қазіргі уақытта Ван Жун Дунаға өзіне жақсы қарауды және дұрыс тамақтануды айтады. Дуна оған бүгін өзінің туған күні екенін айтады. Ван Жун білмегендей болып көрінеді, бірақ шын
мәнінде ол оған арнап теңіз орам жапырағынан жасалған дәстүрлі сорпа дайындап қойған. Дуна оны мазақтап, маған ғашық болып қалған жоқсын ба дейді. Ван Жун болса, сен менің түрім емессің деп жауап береді. Дуна оған Джингудың жүрегін жаулап алуға көмектесуді ұсынады. Олар жаттығып жатқанда Дуна бір нәрсені байқайды. Ван Жун табиғатынан тартымды әрі сүйкімді адам. Сол түні Ван Жун Джингуға қоңырау шалып, Дунамен арасында ештеңе жоқ екенін түсіндіреді. Ал Дуна өз бөлмесіне қайтып келгенде, үстелінің үстінде сыйлық пен хат тұрғанын көреді. Ол кім қалдырғанын білу үшін жалаң аяқ далаға жүгіріп шығады. Оқиға қайтадан Ван Жун мен Дунаның әңгімесіне ауысады. Ван Жун Джингумен сөйлескенін айтып береді. Ол Дунамен қарым-қатынасы жоқ екенін түсіндіргенін айтады. Дуна Джингудың реакциясы оның Ван Жунды ұнататынын көрсетеді дейді. Бірақ Ван Жун келіспейді. Ол Джингуды көп жылдан бері танитынын және ол одан әлдеқайда жақсы адамды таңдайды деп ойлайтынын айтады. Дуна оған көп ойламауға кеңес береді. Ол тіпті егер Джингу оның жүрегін жараласа, өзі қасында болатынын айтады. Келесі күні Ван Жун мектепке дайындалып жатқанда Джингумен бірге түскен ескі фотосуреттерін табады. Флешбекте олардың мектеп кезінде өте жақын болғаны көрсетіледі. Олар бірге күліп, бірге сабақ оқыған. Барлығы оларды жұп деп ойлаған. Бірақ Ван Жун үнемі біз тек өте жақын достармыз деп айтатын. Ал сол уақытта Дуна біреу оны аңдып жүргенін байқайды. Ол біреудің терезеден суретке түсіріп жатқанын сезеді. Қорқып кеткен ол барлық терезелерін жауып, жасырын камералар бар жоғын тексереді. Бірақ ештеңе таппайды. Өзін тыныштандырмақ болғанда ол кездейсоқ ванна бөлмесінің ішінде қамалып қалады. Құлыпты бұзуға тырысады, бірақ қолынан келмейді. Ал сол уақытта Ван Жун мен Джингу мейрамханада бірге жұмыс істеп жүр. Ван Жун батылдық жинап, Джингуды ертең кездесуге шақырады. Күтпеген жерден Джингу келіседі. Қуанып кеткен Ван Жун бұл жаңалықты Дунаға айту үшін үйіне асығады. Бірақ үйге келгенде Дунаның әлі де ваннада қамалып отырғанын көреді. Ол есікті бұзып, оны босатады. Дуна шыққан бойда Ван Жунды қатты құшақтап алады. Кейін ол есіктің құлпын жөндеуге көмектеседі. Дуна күліп, үйдегі заттарды жөндей алатын ер адамдар маған ұнайды дейді. Сосын ол өз әкесі болмағанын айтады. Ван Жун да өзінің әкесі қайтыс болғанын айтып береді. Ол Дунадан әкесіз өсу қиын болды ма деп сұрайды. Дуна жауап береді. Әкесіз өскенім емес, жанымда болған адамдарды жоғалтқаным ауыр болды. Кейін Дуна темекісі таусылып қалғанын байқайды. Ван Жун құрал іздеп жүргенде оның шкафынан темекі көргенін айтады. Дуна тез барып темекісін алады. Содан кейін Ван Жун оны таза ауаға шығарып көңілін көтеру үшін түрлі ойындар ойнайды. Олар бірге баскетболды ойнайды. Кейін екеуі аспан астында отырып сөйлеседі. Дуна оған көмектескені үшін алғыс айтады. Ван Жун алдағы Джингумен болатын кездесу туралы айтады. Дуна оны құттықтап, өз сезімінен қашпауға кеңес береді. Ван Жун оған уәде береді. Келесі күні таңертең Ван Жун ауа райын тексеріп, Джингумен болатын кездесуге дайындала бастайды. Олар шие гүлдерінің арасында серуендеп жүргенде жаңбыр жауа бастайды. Екеуі аялдамаға барып жаңбырдан тығылады. Сол кезде Сио Юн оларды байқап қалады да көлігімен үйге дейін жеткізіп салуды ұсынады. Жолда келе жатқанда ол Ван Жун мен Сио Юнның телефон арқылы сөйлесіп жатқанын естіп, олардың бір-бірін танитынын түсінеді. Үйге келгенде Сио Юн Джингуды мақтай бастайды. Дуна Ван Жуннан: "Сендер кездесіп жүрсіңдер ме?" деп сұрайды. Ван Жун "Жоқ" деп жауап береді. Сио Юн әзілдеп оларды сүйісуге итермелейді. Сондықтан жағдай ыңғайсыз болып кетеді. Ван Жун жағдайдан қашу үшін балмұздақ алуға кетеді. Флешбекте Ван Жун мен Джингу бір күні қар жауып тұрған кеште бірге үйге қайтып бара жатқанын көреміз. Джингу тоңып қалған кезде Ван Жун оған шарфын беріп құшақтап жылытқан. Қазіргі уақытта Дуна да балмұздақ алуға келеді. Екеуі әзілдесіп бірге үйге қайтады. Үйдің сыртында Дуна темекі шегу үшін тоқтайды. Ван Жун оған өзінің худиін береді. Ал үйдің ішінде Сио Юн Джингуға оның сүйікті балмұздағын береді. Бірақ Джингу Дунаның Ван Жунның худиін киіп тұрғанын көргенде оның көңілі түсіп кетеді. Кейін үй жинап жатқанда Сио Юн Ван Жунға өзінің Джингуды ұнататынын айтады. Ал Джингу болса Дунадан тағы да бірге уақыт өткізуге бола ма деп сұрайды. Бірнеше күннен кейін олар достық баскетбол ойынын көруге барады. Дуна мен Ван Жун Сио Юн мен Джингуды қолдап отырады. Ойыннан кейін Сио Юн бәрін бірге түскі асқа шақырады. Бірақ Ван Жун сабаққа бару керек болғандықтан бас тартады. Джингу Сио Юнмен бірге кетеді. Дуна мен Ван Жун ғана қалады. Дуна оған: "Егер Джингуды жеңгің келсе, белсендірек болу керек." Сио Юн қатты тырысып жатыр дейді. Ван Жун бұрын Джингуға сезімін айтқанын мойындайды. Бірақ Джингу оған нақты жауап бермеген. Сол кезде ол "Мен сабақпен бос емеспін" деп жауап беріп, кейін олар бір жылдан астам уақыт сөйлеспей кеткен. Қазір олар қайтадан дос болған соң, Ван Жун бәрін бұзып алудан қорқады. Ол Дунаға әзілдеп, "Сенің махаббат кеңесшісі ретіндегі қызметің енді керек емес" дейді. Уақыт өте келе, Ван Жун Джингумен жиі кездеседі. Джингу бір нәрсені байқайды. Дуна Ван Жунға қатты тәуелді сияқты. Ван Жун түсіндіреді, оның достары жоқ, сондықтан мен оған жаным ашиды. 1 сәуір April Fool's Day күні Ван Жун Джингуды үйіне шақырады. Барлығы жиналып, сол күнгі күлкілі өтіріктер туралы әңгімелер айтады. Джингу бір жігіттің оған сезімін білдіргенін айтады. Ван Жун мен Дуна ол туралы айтып отыр деп ойлайды. Бірақ Джингу күліп, бұл жай әзілдейді. Кенеттен Дуна біреу оны аңдып жүргенін айтады. Ол бәріне дәлел ретінде суреттер көрсетеді. Терезеден бір ер адам оны суретке түсіріп тұрғанын көреді. Ван Жун бірден далаға жүгіріп шығып, әлгі адамды ұстап алады. Камерасын алып қарағанда, ол жақын маңдағы дүкенде жұмыс істейтін жас жігіт болып шығады. Дуна қатты ашуланып, оны бөтелкемен ұрмақ болады. Бірақ соңғы сәтте өзін тоқтатады. Ван Жун жігітті ата-анасына және жұмыс орнына айтып беретінін ескертеді. Дуна полиция шақырмауға шешім қабылдайды. Бірақ Ван Жун барлық суреттерді дәлел ретінде сақтап қояды. Сол күні кешке Ван Жун Джингуды үйіне дейін шығарып салады. Джингу оған ата-анасының үйінен көшіп кетуді жоспарлап жүргенін айтады. Ол тәуелсіз өмір сүргісі келеді.
Ван Жун үйіне қайтып келгенде Дунаның диванда ұйықтап жатқанын көреді. Сол кезде оның телефонында Пактан келген хабарламаны байқайды. Пак Дунаны жақсы өтірікші деп айыптап, оған енді хабарласпауын талап етеді. Ван Жун Дунаның қауіпсіздігі үшін сол түні оның үйінде қалады. Таңертең Дуна оянып диванда ұйықтап жатқан Ван Жунды көреді. Ол үнсіз келіп, басын оның тізесіне қояды. Олар сол түні диванда құшақтасып бірге ұйықтайды. Ал келесі таңертең Ван Жун душ қабылдап жатқанда сол сәт туралы қайта-қайта ойлай береді. Келесі күні Ван Жун ойын-сауық саябағындағы жұмысқа барады. Сол жерге Дуна оны көруге келеді. Бірақ ол өте бос болғандықтан тіпті түскі үзіліс жасауға да уақыт таба алмайды. Дуна сырттай бәрі жақсы сияқты көрінуге тырысады. Ол саябақтағы аттракциондарға жалғыз өзі мініп жүреді. Бірақ жалғыз жүргені оған қызық болмайды. Соған қарамастан ол Ван Жунның жұмысы аяқталғанша шыдамдылықпен күтеді. Жұмысы біткен соң екеуі бірге кешкі ас ішуге барады. Тамақтанып отырып, Дуна алғаш рет өткен өмірі туралы ашық сөйлейді. Ол бір концертінің күтпеген жерден тоқтатылғанын еске алады. Сол кезде оның бос уақыты пайда болған. Бірақ ол бос уақытында не істерін білмеген. Өйткені ол өмірінде ән айтып, би билеуден басқа ештеңе істеп көрмеген. Сол сәтте ол өзін сахнадан тыс жерде кім екенін түсінбей қалған. Ван Жун да өзінің өмірі туралы айтып береді. Ол ауру әпкесі мен жасы ұлғайған анасы туралы айтады. Ол әрқашан қарапайым, тыныш өмір сүруді армандағанын айтады. Кеш соңында олар бақыт печеньесін ашады. Ван Жунның ішінен шыққан қағазда сен жақын арада өзіңді әлсіз сезінетін жаумен кездесесің деген жазу болады. Ол күліп, өзін ешкіммен жауласпайтын адаммын деп ойлайды. Ауа райы жақсы болғандықтан Дуна тағы бір күні бірге кездесуге баруды ұсынады. Үйге қайтып бара жатқанда ол Ван Жунға тым көп жұмыс істемеуін айтады. Ван Жун болса кейде өзін кінәлі сезінетінін мойындайды. Өйткені ол Сеулге көшіп келгеннен кейін өмірі жеңілдеп бақытты бола бастаған. Ал оның отбасы әлі де қиындық көріп жатыр. Дуна оған бұл сезімдер қалыпты екенін айтып жұбатады. Ван Жун ешқашан мұндай әңгімелерді ешкімге айтпағанын айтады. Дуна күліп, сен өте сүйкімдісің дейді. Автобуста келе жатқанда Дуна өзінің бақыт печеньесін ашады. Онда өткен қарым-қатынасында артта қалдырып, жаңа махаббатқа көңіл бөл деген сөздер жазылған. Келесі күні Ван Жун бұл туралы Джингуға айтып береді. Джингу оны алып лақтырып тастауды ұсынады. Олар әңгімелесіп тұрған кезде мектеп ауласында бір жұптың ұрысып, ажырасып жатқанын көреді. Кейін Ван Жун қалтасынан бақыт печеньесінің қағазын шығарып Джингуға береді. Бірақ Джингу қағаздағы сөздердің өзгергенін байқайды. Шын мәнінде Дуна қағаздарды жасырын ауыстырып қойған еді. Басқа жерде Ира жатақханаға шақыртылады. Ол ережелерді бұзғаны үшін қиындыққа тап болады. Оның үстіне жақында жігітімен ажырасып кеткен. Достары оның көңілін көтеру үшін топтық кездесуге алып барады. Ал сол уақытта біреу Дуна мен Ван Жун бірге кешкі ас ішіп отырғанын суретке түсіріп, интернетке жариялайды. Сурет тез таралып, желіде көп адам Дунаны мазақтай бастайды. Ван Жун бұл туралы білгенде қатты ашуланады. Ол дереу үйіне барып, Дунаның жағдайын тексергісі келеді. Бірақ Дуна ас үйде бәліш пісіріп жүр екен. Ол бәрі қалыпты сияқты көрінуге тырысады. Дуна мұндай интернеттегі пікірлерге үйреніп кеткенін айтады. Бірақ Ван Жун бұл жағдайды маңыздырақ қабылдау керек дейді. Ол қажет болса, Дунамен бірге баспасөз конференциясына шығып, бәрін түсіндіруге дайын екенін айтады. Дуна әзілдеп, сонда сен кім болып сөйлейсің деп сұрайды. Екеуі ойнап, өздерін журналистердің алдында тұрғанда елестетіп, күлкілі сұхбат жасайды. Ал сол түні Джингу интернеттен Дуна туралы тараған суретті көреді. Суреттегі адамның Ван Жун екенін түсінгенде, оның көңілі алаңдай бастайды. Келесі күні Ван Жун кір жуып жатқан кезде қалтасынан бұрынғы бақыт печеньесінің қағазын табады. Ол сәл ырымшылдық жасап, қағазды лақтырып жібереді. Сосын сабақ оқуға отырады. Бірақ Дуна келіп, оны тағы да мазалайды. Ол бүгін ауа райы керемет екенін айтып, бірге кездесуге баруды ұсынады. Дуна оның шкафын ашып, оған қандай көйлек кию керектігін таңдап береді. Әзілдеп Ван Жун оған, менің бірнеше киімімді өзіңге сақтап қой. Сонда адамдар сенің жігітің бар деп ойлайды. Мүмкін андыр жүрген адамдар да қорқып қалар дейді. Олар сөйлесіп тұрған кезде Ван Жунға Сео Юн қоңырау шалады. Ол шұғыл түрде белгілі бір мекенжайға келуін сұрайды. Тіпті бұл өмір мен өлім мәселесі екенін айтады. Ван Жун асығып барған кезде бұл жай ғана топтық кездесу екенін түсінеді. Ол жерде оған Ира деген қыз жұп болып келеді. Күтпеген жерден екеуі бір-бірін танитыны белгілі болады. Олар бір ауруханада 1 минут айырмашылықпен туған. Бала кездерінде бір ауданда бірге тұрған. Тіпті олардың ата-аналары әзілдеп, болашақта үйлендіреміз деп айтатын. Бірақ Ван Жун кішкентай кезінде Ираны жиі мазақтап ренжіткен. Содан кейін Ира Бразилияға көшіп кеткен. Қазір ол қайта оралған. Ван Жун оны танымағандай болып көрінеді. Кеш барысында бір ойын ойнайды. Ойын шарты бойынша жұптар сүйісуі керек. Ира осы мүмкіндікті пайдаланып, Ван Жунның оны танитынын мойындатқысы келеді. Ол оған жақындап сүймек болады. Сол кезде Ван Жун сыбырлап, мен сені есіме түсірдім дейді. Ол сүйісуден қашуға тырысады, бірақ Ира оны әлі де мазақтай береді. Кеш аяқталған кезде Сео Юн үйіне қайтады. Үйге келгенде Дунаның сыртта оны күтіп отырған көреді. Сөйлесіп отырып, ол байқамай, Ван Жун Ираны сүйіп, оны үйіне дейін шығарып салды деп айтып қояды. Дуна осы сөздерді естіген соң сыртта отырып темекі шегіп күтеді. Ал Ван Жун болса үйге кеш келеді. Өйткені ол мас болған, әрі жүрегі жараланған Ираға көмектесіп жүрген еді. Ира оны әзілдеп өзінің бұрынғы күйеу жігіті деп атай береді. Ақырында Ван Жун үйіне қайтып келеді. Сыртта Дунаның отырғанын көреді. Ол темекі шегіп отырып, саусағын күйдіріп алған. Сонымен қатар бөлмесінің жарығы істемей қалғанын айтады. Ван Жун оны бөлмесіне апарып, күйген саусағын мұзбен емдейді. Дуна оның үстінен алкоголь мен әйелдердің әтірінің иісін сезеді. Сондықтан ол соқыр кездесуде не болғанын сұрайды. Ван Жун бір қызбен бірге болғанын айтады. Дуна үнсіз қарап тұрады. Ван Жун оның саусағына мұз қойғанда Дуна ауырсынғаннан сәл қиналып кетеді. Ван Жун,
Кейде жарақат ауырмайды, бірақ біз оны байқап алған кезде ғана ауырсыну басталады дейді. Дуна оған қарап, мүмкін сол себепті мен де саған деген бір нәрсе сезіне бастаған шығармын дейді. Сол сәтте оқиға автобустағы өткен сәтке ауысады. Сол күні кешкі ас ішкеннен кейін автобуста келе жатқанда Дуна Ван Жунның иығына басын қойып, оның ұйықтап қалғанын күтеді. Сол кезде ол өзінің бақыт печеньесінің қағазын оның қалтасына жасырын салып қойған. Қазіргі уақытта Дуна мен Ван Жун бір-бірін сүйеді, бірақ Ван Жун кенеттен тоқтап, ештеңе айтпастан бөлмеден шығып кетеді. Кетпес бұрын ол электр қалқанын тексеріп, Дунаның бөлмесіндегі жарықты жөндеп береді. Содан кейін өз бөлмесіне барып ұйықтауға тырысады, бірақ олардың сүйіскен сәті оның ойынан кетпейді. Келесі күні ол сабаққа да дұрыс көңіл бөле алмайды. Кешке ол бөлмесіне келгенде Дунаның төсегінде отырып музыка тыңдап отырғанын көреді. Ван Жун олардың сүйіскені туралы сөйлескісі келеді. Ол: "Достарыммен сүйісу мен үшін қалыпты нәрсе емес" дейді. Сосын: "Сен маған шынымен ұнайсың ба?" деп сұрайды. Дуна күліп: "Мен сені тек қызық үшін сүйдім" деп жауап береді. Ван Жун оған: "Сен жараланып қалуың мүмкін" дейді. Ал Дуна: "Өмірді тым күрделі етпе" деп жауап береді. Келесі күні таңертең Ван Жун үйдің қақпасының жанында ілінген хабарландыруды көреді. Онда Дуна екінші қабаттағы пәтеріне бірге тұратын қыздарды іздеп жатқаны жазылған. Сол уақытта Ира лифтте Сио Юн мен Джон Хунды кездестіреді. Ол жатақханадан шығарылғанын айтады. Ира Ван Жунға қоңырау шалып көмектесуін сұрайды, бірақ Ван Жун одан бас тартады. Ал Джингу Сио Юнмен кездесіп, ақыры шындықты айтады. Ол Ван Жунды ұнататынын мойындайды. Сио Юн бұл туралы бұрыннан білетінін айтады. Осы кезде Джингу ата-анасының үйінен көшіп кетеді. Біраз уақыттан кейін оның әкесі ашулы хабарлама жібереді. Оның әкесі өте қатал әрі уытты адам болғандықтан Джингу ұзақ уақыт бойы қиын өмір сүрген. Шаршаған Джингу әкесіне қоштасу хабарламасын жіберіп, оны бұғаттайды. Кейін Джингу Ван Жунмен кездесіп, өз отбасы мәселелері туралы шындықты айтып береді. Келесі күні Ира мен оның достары көшіп келуге көмектеседі. Сио Юн Ираға Дунаның қабатында бос бөлме бар екенін айтады. Содан кейін ол Джингуға да хабарласып, оның да ата-анасының үйінен көшкенін естиді. Соңында үш қыз, Дуна, Джингу және Ира бір үйде бірге тұра бастайды. Бұл жағдай Ван Жунды қатты мазалайды. Барлығы бір-бірімен жақсы тіл табысып кеткенімен, Дуна өзін бөтен адам сияқты сезіне бастайды. Өйткені Ира мен Джингу екеуі бала кездері бірге тұрған аудан туралы әңгімелесіп отырады. Бір күні Джингу Дунаға жақындап, "Мен Ван Жунға өз сезімімді айтқым келеді" дейді. Сонда Дуна да шындықты мойындайды. "Мен де оны ұнатамын" дейді. Джингу оған Ван Жунмен ортақ өткен естеліктері бар екенін айтып, ешкім ол байланысты алмастыра алмайтынын айтады. Бұл сөздер Дунаның өзіне деген сенімін азайтады. Ал Ира достарымен күліп отырып, кездейсоқ бір жігіттің душ қабылдап жатқанын көріп қалғанын айтып береді. Ол жаңа үйде тұру өте қызық екенін айтады. Тіпті жаңа жігіт табуы мүмкін екенін де әзілдейді. Сол кеште Дуна бұрын өзі сияқты айдол болған бір жігітпен кездеседі. Олар бірден тіл табысып кетеді. Олар сахнадан кеткеннен кейін өмір туралы сөйлеседі. Осы кезде Дуна интернеттегі адамдардың оны назар аудартқысы келетін адам деп мазақтайтынын еске алып, қатты қиналатыны байқалады. Ал сол уақытта үйде Джингу Ван Жуннан көрпе сұрайды. Ван Жун оған өз бөлмесінен алуды айтады. Джингу бөлмеге кірген кезде олардың мектеп кезіндегі фотоларын көреді. Сонымен қатар төсектің үстінде Дунаның темекі қорабын байқайды. Сол кезде бөлмеге Ван Жун кіріп келеді. Ол Джингудың не ойлап тұрғанын бірден түсінеді. Кешке қарай барлығы ішімдік ішкеннен кейін Ван Жун Джингуды серуендеуге алып шығады. Сол жерде Джингу өткен өмір туралы шындықты айтады. Ол бұрын Ван Жунды ұнатқан, бірақ әкесі оның әпкесін үнемі қорлап, бақылап отырғандықтан Джингу қарым-қатынастан қорыққан. Сол себепті ол өз сезімдерін жасырып, ештеңе айтпаған. Ван Жун оны түсінетінін айтады, бірақ қазір ол бұрынғыдай сезім сезбейтінін айтады. Осы уақытта Дуна клубтан үйіне қайтып келеді. Онымен бірге бір ер адам келеді, бірақ ол ер адам Дунаның өзіне жақындауына жол бермегеніне ашуланып кетеді. Ван Жун оны қорғау үшін араласады. Ер адам Ван Жунды мазақтап, "Сен де оған ғашық болып қалғандардың бірі ғана шығарсың" дейді. Ашуланған Ван Жун көліктің есігін оның саусағына қысып жібереді. Сосын Дунаға қарап, "Сен не істеп жүрсің?" деп сұрайды. Ашуы басылмай, Ван Жун баскетбол алаңына барып ашуын шығарады. Бірақ Дуна оның артынан келеді. Ван Жун кетіп қалғысы келеді, бірақ Дуна тоқтатпайды. Ақырында ол тоқтап, онымен сөйлеседі. "Ван Жун, неге сен мені сүйгеннен кейін ештеңе болмағандай жүрсің?" деп сұрайды. Дуна клубқа барып, өз сезімін тексергісі келгенін айтады. Сол кезде ол бір нәрсені түсінген. "Мен сені шынымен қатты ұнатамын" дейді. Көп ұзамай Дуна мен Ван Жун үйдің сыртында бір-бірін сүйіп тұрады. Осы уақытта Ира кездейсоқ Джон Хунды джиу-джитсу жаттығу клубында кездестіреді. Ол оны жекпе-жекте жеңіп алғанына қатты қуанып кетеді. Содан кейін ол осы клубта жаттығуды бастайтынын айтады. Бірақ Джон Хун бұған онша қуана қоймайды. Ол Ираның қуанышына қат ете түсініп береді. Ал Ван Жун туған қаласына барып, досы Джинмен бірге ішімдік ішеді. Ол Джиннен Dream Suite қыздар тобы және Дуна туралы көбірек сұрай бастайды. Джин оның кенеттен қызығушылық танытқанына таң қалады. Өйткені ол сол топтың үлкен жанкүйері. Түн өткен сайын Джин ұйықтап қалады. Ал Ван Жун интернеттен Дуна туралы ақпарат іздей бастайды. Ол Дунаның анасы қарыз және алаяқтық жанжалына байланысты үлкен дауға қалғанын біледі. Бұл жағдай Дунаның қоғамдағы беделіне де әсер еткен. Сонымен қатар ол Дунаның әжесінің қолында өскенін және балалық шағы ауыр болғанын біледі. Ол Дунаның бұрынғы концерттерінің видеоларын қарап күлімсірейді. Сол түні Ван Жун мас күйінде Дунаға қоңырау шалады. Ол өзінің марқұм әкесі туралы айтып береді. Әкесі бұрын қағаз дүкенін басқарған. Әкесі қайтыс болған кезде Ван Жун үшін бұл өте ауыр болған. Ол сол кезде өмірден алыстап кеткендей сезінгенін айтады. Бірақ уақыт өте келе ол өмірді жалғастыру керек екенін түсінген. Ол әкесін мақтан тұтатын адам болғысы келеді. Сосын ол Дунаға да дәл солай өмір сүру керек екенін айтады. Өмірден қашпай толық өмір сүру керек екенін түсіндіреді. Соңында ол Дунаға өз сезімін мойындайды.
Мен сені ұнатамын, сені жақынырақ танығым келеді дейді. Әңгіме соңында Дуна қазір сені көргім келеді дейді. Ван Жун бірден келесі автобусқа отырып Сеулге қайтып келеді. Үйіне келгенде Дунаның оның төсегінде ұйықтап жатқанын көреді. Келесі таңертең Дуна Ван Жунның бөлмесінен шыққанда үйдегілер бәрі таң қалады. Сеу Юн Ван Жуннан тікелей сұрайды. Ван Жун Дунаны қатты ұнататынын мойындайды. Ал Джингу бұл сөздерді естігенде қатты ренжиді. Ол көз жасын көрсетпеуге тырысады. Кейін Ира, Джон Хун және Сеу Юн бірге отырып Ван Жун мен Дунаның қарым-қатынасының қалай басталғанын талқылайды. Бірақ Джон Хунды бұл қарым-қатынастан гөрі үйдің ережелері бұзылады ма деген сұрақ көбірек алаңдатады. Сол түні барлығы бірге от шашуды көреді. Сол кезде Ира біреуді ұнататынын айтып қалады. Сеу Юн ол туралы айтып отыр деп ойлайды. Ал сол уақытта Дунаның анасы оған келеді. Ол Дунадан қайтадан топқа оралуын сұрайды. Өйткені олардың жаңа альбомы шығайын деп жатыр. Оның анасы бұл мүмкіндікті пайдаланып ақша табу керек деп ойлайды. Бірақ Дуна оған барлық табысын бұрын беріп қойғанын айтады. Сосын ол анасына сұрақ қояды. Сен менің неге музыкадан кеткенімді бір рет болса да сұрадың ба? Бірақ анасы оны жалқау және мінезі қиын адам деп айыптайды. Бұл сөздер Дунаның жүрегін қатты жаралайды. Сол уақытта Ван Жун Джингудың жұмысқа келмегенін біледі. Джингу оған кездесуді сұрайды. Кездескен кезде Джингу өз сезімін ашық айтады. Ол неге бұрын айтпағанын түсіндіреді. Сол кезде оның отбасы мәселелері өте қиын болған. Сондықтан ол қарым-қатынасқа дайын болмаған. Ван Жун оны сабырмен тыңдайды. Бірақ ол енді бұрынғыдай сезім жоқ екенін айтады. Екеуі бір-бірін түсініп, құрметпен қоштасады. Сол уақытта Дуна өзінің бұрынғы тобының жаңа альбомының таныстырылымына барады. Ол адамдардың арасында жасырын тұрады. Өйткені бұрынғы менеджері Пак оны көріп қалмасын деп қорқады. Шоу аяқталған соң оған Пактан хабарлама келеді. Пак одан шоуға келген-келмегенін сұрайды. Ал үйде Ван Жун оны күтіп отыр. Бірақ Дуна телефонға жауап бермейді. Ира оған кеңес береді. Ол Дуна әлі де атақты адам екенін және қарым-қатынасты анықтауға дайын болмауы мүмкін екенін айтады. Ира Ван Жун тым көп сезім беріп қойды деп алаңдайды. Ван Жун тек күрсінеді. Кейін Дуна оны вокзалға шақырып бірге демалысқа баруды ұсынады. Флешбекте кішкентай Дунаны анасы әжесінің үйіне апарып тастап кеткені көрсетіледі. Бірнеше жылдан кейін оның әжесі қайтыс болады. Қазіргі уақытта Дуна Ван Жунды әжесінің ескі үйіне алып келеді. Екеуі жаңбыр астында велосипед тебіп, бірге күліп бақытты уақыт өткізеді. Келесі таңертең Ван Жун оянып, Дунаның сыртта жай ғана әуен ұнудап жүргенін көреді. Екеуі бірге күннің шығуын тамашалайды. Ал басқа жерде Сео Юн Джон Хунға Ира оны ұнататын сияқты екенін айтады. Бірақ Джон Хун бұған сенбейді. Кейін Ира Джон Хунның артынан джиу-джитсу клубына келеді. Бұл жолы Джон Хун оған жеңілдік жасамайды. Жаттығу кезінде Ира қатты қобалжып, кейін оны түскі асқа шақыра бастайды. Алғашында Джон Хун бас тартады. Бірақ Ира бұрынғы жігітін басқа қызбен көргенде қатты ренжиді. Сонда Джон Хун оны жұбату үшін бірге түскі асқа барады. Ал Дуна мен Ван Жун қол ұстасып серуендеп жүр. Олар бірге уақыт өткізіп, бір-біріне жақындай түседі. Бірақ олар әжесінің үйіне қайта келгенде бір ер адам күтіп отырғанын көреді. Дуна бірден Ван Жунның қолын жіберіп алады. Бұл Ван Жунның жүрегін қатты жаралайды. Дуна әлгі ер адаммен көлікке отырып кетеді. Ол адам Пак. Жолда Дуна Пактан неге оны бұрын тастап кеткенін сұрайды. Ол оның қоңыраулары мен хабарламаларын неге елемегенін де сұрайды. Пак оған оның мансабын қайта қалпына келтіру керек екенін айтады. Ол адамдар оны ұмытып кетеді деп қорқады. Дуна болса бәрінен шаршағанын айтып, адамдардың оны ұмытқанын қалайды. Ол көлікті тоқтатуды талап етеді, бірақ Пак тоқтатпайды. Сонда Дуна қозғалып келе жатқан көліктен секіріп түседі. Оның аяғы жарақат алады. Пак тоқтап, оған көмектесуге тырысады, бірақ Дуна жылап, оны ұра бастайды. Пак оған тым драмалық болып жатыр деп айтады. Сонда Дуна айқайлап: "Сен менің анамнан да жамансың. Сен мені жақсы көретінімді білдің, бірақ бәрібір тастап кеттің" дейді. Пак оған бәрін өзі бұзғанын айтады. Ол топты гастроль кезінде тастап кеткенін еске салады. Сондықтан бәрі қиындап кеткен. Сол уақытта Ван Жун әлі де әжесінің үйінде Дунаны күтіп отыр. Ол оған қайта-қайта қоңырау шалады, бірақ Дуна жауап бермейді. Пак оны ауруханаға апарып аяғын тексертеді. Ал Ван Жун Пактың Дуна үшін кім екенін ойлана бастайды. Кейін оған 2 автобус билеті жіберіледі. Дуна ем қабылдағаннан кейін Пактың көлігіне қайта отырмайды. Ол енді оның қорқытуынан қорықпайтынын айтады. Пак одан неге шоуға келгенін сұрайды, бірақ Дуна жауап бермейді. Ал сол уақытта Ван Жун туған қаласына қайтып келеді. Бірақ анасы ауруханада әпкесіне қарап жүр. Кейін ол досы Джинмен кездесіп, өмірдің тым қиын екенін айтады. Джин оны жұбатуға тырысады. Содан кейін Ван Жун атақты адамдар көбіне кіммен кездесетінін сұрайды. Джин көбінесе басқа атақты адамдармен деп жауап береді. Ал сол уақытта Дуна әжесінің үйіне қайта келеді. Бірақ Ван Жун кетіп қалған. Ол телефонды тексергенде Ван Жунның 15 рет қоңырау шалғанын көреді. Сонда ол Пактың сұрағы туралы ойлана бастайды. Мүмкін ол сахнаны сағынып жүрген шығар. Флешбекте Дунаның Пакпен алғаш танысқан сәті көрсетіледі. Сол кезде Пак оған: "Егер маған сенсең, мен саған отбасындай қамқор боламын" деген еді. Бұл естелік Дунаны қатты толқытады. Басқа жерде Джон Хун Ира туралы ойлап жүреді. Ол неге оны ойынан шығара алмай жүргенін түсінбейді. Бір күні Ира оған қоңырау шалып, университетіне келуін сұрайды. Ол киім өлшеуге көмектесу керек екенін айтады. Джон Хун келісіп университетке барады. Бірақ киім өлшеп жатқан бөлмеден шыққанда Ираның жоғалып кеткенін байқайды. Ол сырттан айқайлаған дауыстарды естіп, сол жаққа барады. Онда Ира бұрынғы жігітімен ұрысып жатқан еді. Жігіт одан қайтадан бірге болуды сұрайды. Джон Хун араласып, оны қорғайды. Тіпті әлгі жігіттің Ираға қарыз болған ақшасын қайтаруын талап етеді. Сол кезде Джон Хун Ираны "менің қызым" деп айтып қояды. Бұл сөз Ираны қатты қуантады. Олар бірге түскі асқа баруға шешім қабылдайды. Осылайша олардың арасындағы байланыс күшейе бастайды. Ал сол уақытта Ван Жун жатақханаға қайтып келеді. Онда оны Дуна күтіп отыр.
Ван Жун әлі де ренжіп тұрса да өзін сабырлы ұстауға тырысады. Дуна одан шындықты айтуын сұрайды. Сонда Ван Жун: менің саған ашулануға құқығым бар ма өз? Деп сұрайды. Ол Дунаның неге кешірім сұрамайтынын түсінбейді. Ол одан: егер мен сен үшін ештеңе білдірмесем, онда неге менімен бірге жүрсің? Деп сұрайды. Ол Дунаны шектен шығып кетті деп айттайды. Бірақ дәл сол сәтте Сео Юн мен Ира үйге кіріп келеді. Олар әңгімені бөліп жібереді. Ван Жун ашулы күйде кетіп қалады. Сео Юнға ол бұл үйден көшіп кетуді жоспарлап жүргенін айтады. Флешбекте Дуна сахнада есінен танып қалғаннан кейін Пакпен сөйлескен сәт көрсетіледі. Сол кезде Дуна оған енді ән айта алмайтынын айтқан. Пак оған біраз уақыт демалуды ұсынған. Содан кейін ол компания басшысына барып Дунаны топтан шығарып жатқанын айтқан. Топ 4 мүшемен жалғастыра береді. Қазіргі уақытта Дуна бұрынғы топ мүшелерінің бірімен кофе ішуге кездеседі. Олар өткен жағдайларды талқылайды. Сол қыз Дунаны түсінетінін айтады. Ол оған ренжімейтінін айтады. Тек бәрі басқаша аяқталғанын қалағанын ғана айтады. Екеуі бір-біріне реніш жоқ екенін түсінеді. Ал сол уақытта Джингу мейрамханаға келіп, өзінің заттарын алып кетеді. Ол Ван Жунға әлі де ренжігенін айтады. Оған бәрін ұмыту үшін уақыт керек. Ол Ван Жуннан: сен бақыттысың ба? Деп сұрайды. Сосын: сен Дунамен бірге болғанда өзгеше боласың, бірақ бұл жақсы өзгеріс дейді. Ол уақыт өткен соң қайтадан дос болуға үміттенетінін айтады. Кейін Ван Жун үйіне қайтып келе жатып, олардың әңгімесі туралы ойланып жүреді. Үйге келгенде Дуна оның бөлмесіне кіріп келеді. Ол шынымен көшіп кетпек пе деп сұрайды. Ван Жун оны тоқтатуға тырысады, бірақ Дуна оны қатты құшақтап алады. Ван Жун оның темекі иісін сезеді. Дуна қызғаныштан темекіні тастағанын айтады. Ван Жун ол иіс Пактан шыққан шығар деп сұрайды. Дуна оған қызғануды тоқтат деп жауап береді. Сосын ол: мен кетпеймін, өйткені мен таңдаған адам сен дейді. Ван Жун одан неге сол күні оны тастап кеткенін сұрайды. Дуна бәрін жоғалтқан кезде ғана оның қадірін түсінгенін мойындайды. Ол одан кешірім сұрайды. Ван Жун оны өзімшіл деп айттайды, бірақ соңында ол әлі де оны жақсы көретінін мойындайды. Ол одан шын жүректен кешірім сұрап, тек өзін ғана жақсы көретінін айтуын сұрайды. Сонда Дуна: мен сені жақсы көремін дейді. Олар бір-бірін сүйе бастайды. Дуна өзін жеңіл әрі бақытты сезінеді. Өйткені олар қайтадан бірге. Ван Жун мен Дуна бірге серуендеп, уақыттарын бірге өткізе бастайды. Тіпті олар бірдей сақиналар тағып жүреді. Олар концерттерге бірге барып, өмірлері бір қарағанда өте бақытты болып көрінеді. Ал сол уақытта Сео Юн ақырында бір нәрсені түсінеді. Ира оны ұнатпайды. Ира шын мәнінде Сео Юнды ұнатады. Бір күні ол достарымен бірге мас болған кезде дәл сол жігіт оны үйіне дейін апарып салған еді. Сол кезде олар сүйісіп те қалған. Ал Дуна мен Ван Жунның өмірінде бәрі біртіндеп өзгере бастайды. Дуна қайтадан сахнаның тартылысын сезіне бастайды. Концерт көрген сайын оның ішінде бұрынғы эмоциялар қайта оянады. Бір күні концерт кезінде әнші оны сахнаға шақырады. Сол кезде Дуна ән айтудың оған қаншалықты маңызды екенін қайтадан сезінеді. Бұл оған өмірдің мәнін қайта бергендей болады. Бірақ дәл осы сезім оны шатастырып жібереді. Ван Жун оның мазасызданып жүргенін байқайды. Ол Дунаны қолдайтынын айтып, қайтадан ән айтқанын естігісі келетінін айтады. Дуна оның қолдауына ризашылық білдіреді. Бірақ ол Ван Жун бір нәрсені толық түсінбейтінін біледі. Егер ол қайтадан сахнаға оралса, олардың қарым-қатынасы бұрынғыдай болмайды. Ол мұны түсіндіруге тырысады. Бірақ Ван Жун бәрі жақсы болады деп сендіреді. Күндер өткен сайын Дуна сахнаны одан сайын сағына бастайды. Ол бұрынғы концерттерінің видеоларын қайта-қайта қарайды. Ал сол уақытта Ван Жун өз отбасына көңіл бөледі. Оның әпкесі операцияға дайындалып жатыр. Ван Жун үйінде болмаған кезде Дуна бұрынғы компаниясынан хат алады. Компания оны келісімшартты бұзғаны үшін сотқа бермек болады. Дуна бірден Пакқа хабарласады. Ол бұрын келісімшартты тоқтату үшін бір шарт болғанын еске салады. Дуна енді ән айтпау керек еді. Пак оған компания президенті Ма әлі де кек сақтап жүргенін айтады. Егер сот ісі ұзаққа созылса, оның беделі одан да нашарлауы мүмкін. Сондықтан Пак Дунаға қайтадан сахнаға оралу керек дейді. Бұл оның соңғы мүмкіндігі болуы мүмкін. Бірақ бір шарт бар. Дуна Ван Жунмен қарым-қатынасын тоқтатуы керек. Бұл сөздер Дунаны қатты күйзелтеді. Ол ойлану үшін Джингуға барады. Қазір Джингу бұрынғыдан жақсы өмір сүріп жатыр. Әкесімен қарым-қатынасты үзгеннен кейін өзін еркін сезіне бастады. Флешбекте оның әкесінің бұрын Дунаға дөрекі сөйлегені көрсетіледі. Сол түні Джингу Дунадан бәрі дұрыс па деп сұрайды. Дуна тек оны сағынғанын айтып, Джингуды құшақтайды. Ал сол уақытта Ван Жун туған қаласынан қайтып келеді. Үйге келгенде ол бір нәрсенің дұрыс емес екенін байқайды. Дунаның үстелінде ұйықтататын дәрілер жатыр. Ал қоқыста Пактың темекі қорабы бар. Ван Жун Пакпен кездесіп, оған Дунадан аулақ жүруін айтады. Бірақ Пак сабырлы түрде оған шындықты айтады. Ол Ван Жунға олардың қарым-қатынасының ұзаққа баруы екіталай екенін айтады. Өйткені Ван Жунды алда әскери қызметпен оқу күтіп тұр. Ал Дунаның қайтадан сахнаға оралуы өте қауіпті әрі қиын болады. Пак оған: егер оны шынымен жақсы көрсең, оны жіберуің керек дейді. Ал сол уақытта Дуна Пак пен президент Мамен кездеседі. Олар Дуна қайта оралса, оған шығармашылық еркіндік берілетінін айтады. Ол әндерді өзі таңдай алады. Сондай-ақ өз командасында өзі жинай алады. Пак Дунаны жаңа пәтерге апарады. Ол жатақханадан көшіп кетуіне көмектесетінін айтады. Дуна Ван Жунмен қалай қоштасарын білмей қиналады. Ол оны ренжіткісі келмейді, бірақ өзінің бақытын табу үшін бұл қадамға бару керек екенін сезеді. Пак оған Ван Жунмен өзі сөйлескенін айтады, және оған барлық таныстарымен байланысын үзу керек екенін ескертеді. Дуна олардың не туралы сөйлескенін сұрайды, бірақ Пак жауап бермейді. Флешбекте Ван Жун бір нәрсені ерте түсінгені көрсетіледі.
Дуна концерт кезінде сахнаға шыққанда, ол оның жүрегі қайтадан музыкаға оралғанын сезген еді. Уақыт тоқтамай алға жылжып береді. Дуна қайтадан компанияға оралып, біраз қиындықтардан кейін жеке әнші ретінде үлкен табысқа жетеді. Ал Ван Джун өз өмірін жалғастырады. Соған қарамастан, ол Дунаға күн сайын хабарлама жіберіп тұрады. Ол өз өміріндегі ұсақ-түйек жаңалықтарды, ойларын жазып отырады. Бірақ Дуна оған ешқашан жауап бермейді. Ван Джун оны қатты сағынады. Енді ол Дунаның жүзін тек жарнамалардан, плакаттардан және теледидар экрандарынан ғана көре алады. Бір күні қар жауып тұрған кезде Ван Джун көшеде келе жатып, күтпеген жерден Дунаны көреді. Ол бірден оған қарай жүгіреді. Дуна оны кешкі ас ішуге шақырады. Тамақтанып отырған кезде Дуна оған жылы сөйлеп, арадағы қашықтықты азайтқысы келеді. Бірақ Ван Джун өте суық мінез танытады. Сонда Дуна шындықты түсіндіреді. Ол компания тарапынан қатты бақылауда екенін айтады. Тіпті телефон қолдануға да рұқсат берілмеген. Сондықтан ол Ван Джунның хабарламаларына жауап бере алмаған. Ол одан біраз уақыт күте тұруын сұрайды. Оның мансабы тұрақталған кезде олар қайтадан бірге бола алатынын айтады. Ван Джун үнсіз тыңдап отырады. Сосын ол өзінің әскери қызметке дайындалып жатқанын айтады. Сосын ол біздің оқиға осы жерде аяқталған дұрыс шығар дейді. Бұл сөздер Дунаны қатты шошытады. Ол ашуланып кетіп қалады. Ван Джун оның артынан барады. Сонда Дуна бұрылып, мен бір кездері патқа сені мәңгі сүйем деп айтқан едім, бірақ бірінші болып бас тартқан сен екенсің дейді. Ван Джун бұл шешімнің шын екенін растайды. Сонда Дуна көз жасымен кетіп қалады. Метроға кірер алдында ол соңғы рет артына қарайды. Мүмкін Ван Джун артынан жүгіріп келер деп үміттенеді, бірақ Ван Джун орнында тұрып қалады. Оның көзінен жас ағып тұр. Уақыт өте береді. Ван Джун әскерге кетеді. Ал Дуна сахнада өз мансабын жалғастыра береді. Бір күні Пак оның телефонын қайтарады. Дуна телефонды қарап отырып, Ван Джунның бұрын жіберген барлық хабарламаларын көреді. Оның жүрегі қатты ауырады. Ол өзінің қамқор әрі мейірімді жігітін қатты сағынғанын түсінеді. 2 жылдан кейін Ван Джун әскери қызметін аяқтап Сеулге қайтып келеді. Ол мемлекеттік қызмет емтиханына дайындала бастайды және жұмыс іздейді. Ал Дуна жеке әнші ретінде 4 жыл бойы үлкен табысқа жеткен. Ван Джун қалада жүріп оның жүзін барлық жерде көреді. Билбордтарда, плакаттарда, теледидарда. Ол оның жетістігіне қуанып күлімсірейді. Бір күні бұрын бәрі бірге тұрған үйдің иесі үйді жөндейтінін айтады. Сондықтан бұрынғы достар соңғы рет сол жерде жиналуға шешім қабылдайды. Барлығы келеді, тек Дуна ғана келмейді. Әдеттегідей Сео Юн әзілдеп, Ван Джунға Дунаны шақыру керек дейді. Бірақ Ира оны бірден тоқтатады. Барлығы кеткеннен кейін Ван Джун пальтосын алу үшін үйге қайта кіреді. Сол кезде ол күтпеген жерден Дунаны көреді. Ол тыныш темекі шегіп тұр. Оны қайта көрем деп ешқашан ойламаған Ван Джунның жүрегі қатты соға бастайды. Дуна оған жай ғана амандасады. Ван Джун басын изеп, пальтосын алу үшін жоғарыға шығып кетеді. Кейін олар бірге ішімдік ішуге барады. Дуна оған жылы қарап, күлімсіреп отырады. Бірақ Ван Джун әлі де салқын мінез көрсетеді. Сол түні Дуна үйіне жылап қайтады. Ол Ван Джунның суықтығына шыдай алмайды. Ол әлі де оны қатты жақсы көреді. Сондықтан ол оның үйіне барып, ашумен кіріп келеді. Ол Ван Джуннан неге оған бөтен адамдай қарайтынын сұрайды. Дуна оған бұрын ең қиын кезде Ван Джунның қолдауы арқасында аман қалғанын айтады. Ал қазір ол бәріне қайта қол жеткізген кезде неге Ван Джун одан алыстап кеткенін түсінбейді. Ол менде қазір бәрі бар. Сенсіз де өмір сүре аламын дейді. Бірақ бұл сөздер оның шын сезімін жасыру ғана еді. Дуна Ван Джунға қайта-қайта ұрысып, одан кешірім сұрауын талап етеді. Ақырында Ван Джун беріледі. Ол кешірім сұрап өзінің бұл әрекетіне өкінетінін айтады. Бұл сөздерді естігенде Дунаның ашуы басылады. Ол Ван Джунды қатты құшақтап алады. Сол сәтте Ван Джун да өз сезімдерін жасыра алмай қалады.